Алланың махаббатына бөлінсе ол пенде, Алла сенің құлағың болады. Яғни сен екінің бірі ести алмайтын, екінің бірі түсіне алмайтын нәрселерді түсінесің. Алла тағала былай дейді: «Мән ада ли валиян фақад азантуху бил харб». Кімде кім менің әулие құлыма қарсы шықса дейді, соған зұлымдық келтірсе, соған тиіссе, Алла тағала айтады: мен оған соғыс ашам дейді. Ісім сонымен болсын дейді. Алла тағала айтады. Хадистің жалғасында енді кім ол әулие құлы, кім Алланың? Хадис жалғастырады. Алла тағала өзі айтады бұны. Бұл құдси хадис өйткені. Құранда келмеген, пайғамбар тілінде келген. Сол үшін хадис деп айтамыз. Мазмұны, мағынасы Алладан. Алла тағала айтып тұр өйткені. Менің құлым дейді, Алла тағала айтады. Маған, менің оған парыз еткен нәрселерімді орындау арқылы маған жақындағандай, басқа еш нәрсемен жақындай алмайды дейді. Алла тағала айтады: мен мафтаратту алейхи, мен парыз еткен нәрселерім бар. Исламның парыздары бар ғой өзі. Соны орындау арқылы маған жақындайды, одан басқа еш нәрсемен маған олай жақындай алмайды дейді. Нәпілдерді, парыздан кейінгі деңгейдегі құлшылықтарды орындау арқылы дейді. Сөйтіп, ол менің махаббатыма бөленеді дейді. Алла тағала айтады. Менің, енді тура айтсақ, менің махаббатыма бөленгенге дейін ол менің нәпілдерімді орындайды да, иза ахбабтуху, егер мен оны жақсы көрсем, Алланың махаббатына бөленсе ол пенде, Алла сенің құлағың болады. Яғни сен екінің бірі ести алмайтын, екінің бірі түсіне алмайтын нәрселерді түсінесің. Екінің бірі көре алмайтын нәрсені сен көресің. Бұл марифат, бұл ақиқат.